杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。再北秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。Шығыс хан патшалығының соңында сарышыттылар көтерілісіп бұрқ ете түсіп, 8 айдан кейін тыныштанды. Алайда сіңісті дағдысын өзгерте алмаған ұлы хан патшалығы мұнымен оңала қойған жоқ. Заманымыздың 189 жылы 14 жасында Лю Биен таққа отырды. Оның нағашы жұртынан билік ұстаған Тайсанғын Хажин сарай атектерінің үстемдігін түбегейлі талқандау үшін Геншаудың насихаты бойынша Донжоға қол бастап елордаға кіру туралы құпия бұйрық берді. Үш бектіктің 100 жылдан асқан аласапыран билік таласы не осылай басталды. Заманымыздың 189 жылы Донжо Лю Биенді биліктен тайдырып, Чен Лю Ваң Лю Сені таққа отырғызды. Ол Хан Сенди атанды. Донжо өзін бас уәзір атап, патшалықтың бар билігін уысына түсіріп, дүйім халықтың қанын қайнатты. Сонан бүкіл ел көлемінде әділет күресі басталды. Алдиярдан жарлық. Төрелер бас уәзірді ордадан шығарып салсын. Бас уәзірге ілтипат! Салт аяқта да қайтыңдар! Дәт аба, бүгін бас уәзір Уаңның абаның туған күні еді. Уаң аба сарайында дастархан жайып отыр. Сізді шақырады. Уаң бас уәзір Донжоны шақырды ма? Білдім. Бас уәзірге сәлем айт. Мен сөзсіз барамын. Балетек. Сауаба. Мен тосқалы қашан. Маған айтатын хабарың жоқ па? Әлгінде барлығының құлағына сыбырлар шықтың. Маған айтарың жоқ беді? Жоқ әлде мені алымсынбай тұрмысың? Ақылман аталық, байқаған шығарсыз. Уаңбас уәзір туған күн қонағасына марқұм патшаның уәзірлерінде шақырыпты ғой. Солай болады ғой. Менің ойымша Уаңбас уәзірдің мына қонағасы мүлде. Ян аба. Сау маңды.
Онда біз қайта берейік. Бара беріңдер. Ойбой, барлығымыз патшалықтың уәзірлеріміз. Бірақ кейбіреулер менімен бірге болғанды намыс санайды. Маңда арасында көреген екенсіз. Ақылман аталық. Егер қорашсынбасаңыз, қасыңызда серік болып жүрсем болар ма екен? Айтқаныңыз болсын. Қанеки. Ақылман аталық. Бүгін Уаңбас уәзірдің туған күні ме? Көреген ғана емес, сақ құлақ екенсіз. Бас уәзірдің хабарын жеткізіп жүрген Балатек барлығыңызды шақырғанда мені қалайша қағыс қалдырады. Марқұм патшаның уәзірлерін менен артық қадірлейтін кім бар дейсіз? Әсіресе Уаңбас уәзірге құрметім айрықша. Жауап беруден бұрын сізден кеңес сұрайыншы. Құлағым тәліміңізде. Өзіңіз айтпақшы, Уаңбас уәзір қонақ шақырғанда сізді қалайша ұмыт қалдырады? Жөні бар. Онда менен ақыл сұрамай-ақ қойыңыз. Менше ығай мен сығайларды патшаның шапағатына бөлінгендерді шақырды ғой деймін. Ал сіздер үшін мен әтектерден кейін тұратын қарадан шыққан қара табаммын. Сіздермен дастарқандас болған қайда? Апырай, осыны білгеніңіздің өзі оңай емес. Алайда басқа да себебі бар. Янаба, маған расында айтқызғал тұрсыз ба? Бірге жүрем деген өзіңіз. Жолың бір болғанымен, ойың бір болмаса, жолдасқа сәнің не? Жарайды. Ендеше айтайын. Шақырылғандар шетінен марқұм патшаның уәзірлері. Әрі Уаңйын бас болған топтың сенімді адамдар. Ал мен сіздер үшін қалғорт итаршы, қабаққа қараған қарақшы ғанамын. Өй, неге тоқтадыңыз? Айта беріңіз. Қалай құлғырт болдыңыз? Кімге итаршы болдыңыз? Кімнің қабағына қарадыңыз? Сонда сіз кімнің қарақшысы болдыңыз? Ел сатқаныдың жоның? Ақырын сөйлесеңізші. Не болды Янаба? Ел сатқаны сұлтандар мен төрелердің шырқын бұзып, шыдамын тауысқалы қашан? Тапа-тал түсте патша сарайында дауыстап айта алмайтындарыңыз қалай? Мынау алтын сарайды қасиетті жер деп қарайсыздар. Сонша көп салауатта сұлтан төрелер қарадай қалтырап, кірерге тесік таппайды. Мен осыдан ненің ардақты, ненің қораш екенін, ардақты мен қораштың басқа бір мәнін түсініп жеткендей болдым. Түскіріктің өзі кереметпін деп жүргендерді састырады. Сен! Сен! Аба келді. Мархабат. Қанеки. Мархабат. Аба. Қанеки мархабат. Қане. Абайлаңыз. Байқа. Уаң сұлтан, жасыңыз 60-та келіпті. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет. Қанеки. Жарайды. Мархабат, Қанеки. Келіп болды ғой деймін. Ләппәй төре. Шақырған қонақ тегіс келіп болды. Жарайды. Қақпаны жабыңдар, шамдарды өшіріңдер, күйді тоқтатыңдар. Түнгі шарлаушылар секем алмасын. Ләппәй. Ақыл шатыңыз құтты болсын. Көпшілік, Қанеки. Мархабат. Қанеки.
Қонақ келді, есік ашыңдар. Төрем, біреу ертауыл аламан басы цау-цаумын, сізді құттықтаймын дейді. Біз оны шақырмағанбыз. Сау-сау? Сау-саудікі жолсыздық, оның беті не деген қалың еді, а? Доңжо ел ордаға кіре сала, сау-сау соның қолтығына кіріп, құрша жорғалап, табанын жалап, барлығымыздың бетімізді жер қылды ғой. Солай, алғашында күн аралатып құлшылық ететін. Қазір таң атқаннан кеш батқанша қасынан қалмайтын болды. Доңжоның нағыз иташсын айланды. Оны Доңжоның өкіл баласы десе болғандай. Вәзір, сау-сау Доңжоның көз құлағы. Сол үшін тыңдағалы келді. Қажеті жоқ. Менше сау-сау Доңжоның итаршысы емес. Кемінде басқаның шылауында болғысы келмейді. Сау-саудың арманы асқақ, көріністі көлгірсігенімен бір бармақ ішінде. Байқаймын, соның бөтен ойы бар сияқты. Сөзімізге көшейік. Менің 60-қа толғанымды құттықтаймын деп ашық айтып келсе, мен оны қайтып қуамын. Дарға. Бармын. Есік жақтан орын дайында. Үстел қойып, шам жақта сау-сауды шақыр. Хоп. Сау аба. Бас уәзір сізді дастарқанға шақырады. Баста. Қанеки, мархабат. Пақырыңыз 60 жасыңызды құттықтай келіп тұр. Рахмет. Қане, дастарқанға келіңіз. Шақырмаған жерге несін кеп? Пейліңізге рахмет. Қане, көтерейік. Қанеки. Ой, бұрай, жақсы шарап екен, Көпшілік, бүгін менің туған күнім емес. Керісінше, азаны күнім десем болады. Мен туған күн деген сылтаумен сіздерді лашығыма шақырып айтпақшы болғаным. 400 жылдық тарихы бар ұлы хан патшалығы хал үстінде тұр, ел басына күн туып, ақыр заман орнады. Бұтқаналар ойнаққа айналып, ел тізгіні әккілердің қолында кетті. Көктің ұлы масқараланып, ұлықтар қорлық көрді. Іште Доңжо орданы билеп төстесе, сыртта бас-басына би болған озбырлар елдің тыныштығын кетіріп салтты бұзды. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып, қан жұтып қасірет шектік. Оның сыртында Доңжо күнде-түнде ордаға кіріп, патша төсегін арамдап, ханымдар мен канизактарды аяқ асты етіп, қайуандық істеп жүр. Сау-сау, неменеге күлесің? Өңшің ер азамат. Қалайша қатындар құсап жылайды деп, соған күліп отырмын. Сіздер қасқарайғаннан таң атқанша жыласаңыздар.
Доңжо қарақшы, өле қыла ма? Сонша зор сөйлейтіндей, қандай амалың бар? Асқан өнерім жоқ. Алайда көзді ашып жұмғанша Доңжоның басын алып шаттық сарайына сыйлауға қауқарым жетеді. Әлім білмейді, қолғаның қыра. Келіңдер. Мынау, әлінен әптен асқан екен. Сарайдан қуып шығыңдар. Ай, түрегіл! Жүр! Тұра тұрыңдар жылғыламай. Бас уәзір дәтімді тыңдаңыз. Айт. Сіз ескішіл болғаныңызбен. Мұнда арақтың әкесі бар екен. Ескішіл сізге қор болған қайран арағай десеңші. Өкінішті. Сүйреп әкетіңдер. Жүр тез. Амал нешік қайран арақ қор болған ай. Жүр! Жоғал көзі! Жоғал! Өңшің тобыр. Барып тұрғанан жақ. Жіттер. Сау-саңғын! Мойын бұра кетіңізші. Саусаңғын? Аунап тұрған қарғаның қаз болғаны ма? Дәлекіс сау-сау қалайша саңғын бола қалады, а? Стараның дүзіндей аударылған дүние-ай. Қаратабанғұл, айтарың бар ма? Сау-саңғын, қожайыным мені сізден ғапу өтінуге жіберді. Қожайыным айтады. Қонағаста түрлі түсті адамдар бар. Ондай жерде Доңжоның басын алусын айту қолайсыз. Сондықтан ашу шақырған болып, Сау-саңғынды қуып шықтым деді. Сізді қорғаған ғой, Саңғын. Кітап бөлмесіне барып, тоса тұрыңыз. Қонақтар кеткен соң, қожайыным өзі келіп сізден кешірім сұрайды. Уаңайынның кісілік осындай еді ғой. Жарайды. Кітап бөлмесінде тоссам тосайын. Алайда қонағаста қарақтан екшейнеге келіп бересің. Бос қотырам ба? Баршылық, жарайды. Мыңды бауырым. Мыңды бауырым. Көп тосып қалдың ау. Мен қатталаңдадым. Тағзым етіп өзіңнен кешірім сұраймын. Бас уәзір, не деген кішпейілсіз? Сұлтандар мен төрелер қайтып кетті ме? Жағана тарады. Дастархан үстінде адам көп, ашалап айтуым қолайсыз болды. Мыңды бауырым. Қарақшыны жазалайтын айлаң рас бар ма? Әрине бар. Мархабат. Қанеки. Емді сатып, мәртебе алайын деп те, көлгірсіп, ұпай жияйын деп те жүргем жоқ. Дастархан басында сұлтандар мені қате түсінді. Қарақшының қолтығына кірудегі түп мақсатым, оның көзін жою. Қайтып жоймақшысың? Аба, мен ел сатқыны Доңжоның сеніміне әбден ие болдым. Уәзір сарайында қорғаушылар жыртылып айырылады. Қорғанысы да өтем мақам. Ал мен сарайға емін еркін кіріп шыға беремін. Доңжо әдетте іш киімінің ішінен сауыт киіп жүреді. Жай қанжармен оның жанын алу мүмкін емес. Былтыр көктемде Уфудың өткір семсермен Доңжоны өлтірмек болғаны есіңізде ме? Семсері сауытты тесе алмағандықтан еңбегі еш болып, тұқымы тұздай құрмады ма? Сонда сіздің ойыңыз? Естуімше мирас болып келе жатқан 7 жұлдызды асыл қанжарыңыз бар екен ғой. Ол асылды бауырша турай дейді, солай ма? Сол асыл қанжарыңызды бере тұрсаңыз,
Оны қойныма тығып, Донжоның сарайына кіріп, орайын тауып, оның қанын судай ағызсам ба деймін. Донжо өлсе, Сильян қолы бассыз қалады да торғайдай тозат. Сонда ұлысыңыз оп-оңай жүзеге аспай ма? Сарайда қол жұмсаймысың? Мыңды бауырым, бұлай тәуекелшілдік істесең аман шыға алмас бекесің. Ел үшін мерез даластасам, бас амандығым неге тұрады дейсіз? Донжоның басын алып, қала қақпасына ілсем, онда менің атым тарихқа қалмай ма? Егер басын ала алмасам, қақпаға ілінетін мына менің өз басым болмақ. Сонда да тайнарым жоқ. Сау мыңда, сау саңғын. Егер жендеттің басын алсаң, еңбегің жалпақ жұртқа жайылып, атың тарихқа қалар еді. 400 жылдық тарихы бар ұлы хан патшалығының тағдырын өзіңе тапсырдым, мыңды бауырым. Онда асылған жерді алайын. Тұра тұрыңыз, мыңды бауырым. Андағыны 7 жұлдызды асыл қанжар деп тұрсыз ба? Мынау емес пе? Тұра тұрыңыз. Заманымыздағы қанжардың сетері осынша қарапайым болады деп ойламаған екем. Әлемдегі асылдың қасиеті тек оның қарапайымдылығында ғана емес. 3 күн ішінде бұл қанжардың атын тарихқа жазып, Донжоның қанын судай ақсам. 400 жылдық тарихы бар ұлы хан патшалығын сау саңғын өзіңізге тапсырдым. Ертауыл аламан басы уәзірге сәлем бергелі келді. Мархабат аба. Мен қару алдым ба? Неге тексеріп көрмейсің? Сырт адамды тексереміз. Тартым баяқ қойыңыз. Мархабат аба. Бас уәзір, кешіріңіз, кешіріп қалдым. Ей, маңда? Келдің бе, жарайды, кел. Маңда, мен саған таныстырық баяйын. Мынау менің өкілім Лүйбу, қосыл қаты фыңсян. Силияңнан қол бастап, ел ордаға келгені осы. Лүйбу саңғынның атайгілі, есімі елге таныс. Жұрт жігіттің сарасы Лүйбу, аттың жақсысы қоян тор дейді екен. Оның үстіне қолыңыздағы ақинақ сирек кездеседі ғой. Бетіңізге түзу қарайтын адам баласы шықпас. Фыңсян, естідің бе? Мана сау бар ғой, ауылдыға сөз бермейді. Мыңды мақтауымды асырдыңыз. Олай болған қайда? Ой, мыңда, сен өзі қайда жүрсің? Сені тосқалы қашан? Жолда атым болдырып, зорға жетпедім бе? Мені кешіріңіз.
Sen ертауыл аламан бассаң, қалайша тұлпарың болмайды? Білмейсіз ғой. Көктемнен бері қуаңшылық ауырлап, ел ордада астық тақа таусылып, жем-шөп сарқылды. Сондықтан атым бұрлығып жүре алмай қалды. Ай, онда болмады. Қайтып болады. Басқаның аты ашықса да, маңдының аты ашықпауы керек. Шилаңның қан көбік тұлпарын әкеліп едім. Фыңсен, соның біреуін мына маңдыға мінгіз. Жарайды. Әуре болдың саңғын. Рахмет, бас уәзір. Әй, мұңда. Иә. Кел. Екеуміз әңгімелесейік, Мұңда ашығаны. Сен әлгі Юәнбінчумен танысың ба? Юәнбінчумен бала кезімнен таныспын. Бірақ ол дегдар мен қарашамын ғой. Юәнчау қызталақты қалаға кірісімен жайратып салсам болғанда екен. Атағы бар ғой деп алғашында көңілшектік жасаппын. Сол сүмелі Елордадан кеткен соң 18 бағыттың бектерін жинап көтеріліс жасап маған қайырла шабуыл жасағалы жатыпты. Бас уәзір, одан қорқатын түкті жоқ. Оныкі құратақ қана, асқан дарыны жоқ. 18 бектіктің қолы Шилиян қолының шалымына да жетпейді. Либуды 30 мың атты жасақпен аттандырсаңыз, олардың ойран топырын шығарады. Ол ғой солай, дұрыс айттың. Либудан тыс менің тағы Лижін Госы дейтін саңғындарым бар. Шетінен түгел жаужүрек батырлар. 18 бектіктің жасақтарын әуелі баудай түсіреді. Менше болғанда, ең маңыздысы осында өзіңіз отырсыз. Сіз қол бастағанда ханшин, ел оңағанда шауқы секілдісіз. Ұлы хан патшалығы құрылған 400 жылдан бері бүкіл әлемді аузына қарататын өзіңіздей ардагер болған емес. Әй, саумыңды. Сенің сөзің айту адамды желпіндіреді. Мыңда, сенен тағы бір істі сұрайыншы. Сұраңыз. Әлгі сұлтандар мен төрелер көріністі көлгірсігенімен іштей атарға оқтары болмай жүр. Менің басымды кесіп алып қала қақпасына іліп қоюдың қамында. Олармен қатынасың жақсы ғой. Осы сенен сұрайынша, Юәншау көтеріліс жасаған соң, оларда бөтен қимыл бар ма осы? Ұлғаусар қимыл жоқ. Алдыңғы күні кеште бас уәзір Уаңйын 60-қа келген мерей тойын өткізді. Сұлтандар мен төрелер тегіс барды. Сіз үшін аңсаң дейін деп шақырмаса да дей бардым. Бірақ қуып шықпасы бар ма? Адам емес екен ғой. Барлық орданың нанын жеп. Ордадан жала қалады ғой. Солардың биттері әбден семірген екен. Бізді балағаттығынан басқаны білмейді. Бастарын кесіп алып сорпасына наншылап жемесем бе бәлем. Оныңыз бола қоймас бекен бас уәзір. Ұлықтардың еті қышқылтым келеді. Қышқылтым де. Еттері қышқылтым деп едің, мұна түсім өзі сырқырақ бетті ғой. Ойпырай, мұна лояң Шилияңнан ыстық екен ғой. Міне, жаз шықпай жатып ыстықтап өлетін болдық деші. Маңда, мен біраз көз шырымын алып алсам қайтер, Япыр, бас уәзір, абай болыңыз.
бас вәзір. Бас вәзір. Ay, mаңда не болды? Бас вәзір. Бас вәзір. Бас вәзір. Жақында қолыма 7 жұлдызды баға жетпес асыл қанжар түсіп еді. Мұндай асыл зат маған жараспайды. Ал сіз болсаңыз, қаруға қатты қызығасыз. Құл! Пақырыңыз сізге тартып өтпекші. Қане көрейінші. Мынау әдеттегі қара темірден соға салған бірдеңе ғой. Қалайша асылған жар болады? Бас вәзір, бере келіңізші. Тәңірім, осындай асылған жар болады екен ау. Керемет. Теңдесі жоқ керемет. Мұндай асыл қанжар кімге жарасады? Тек өзіңіздей асыл задалар ғана ұстаса, құп жарасады. Маңда, сенің қалтқысыз адалдығыңа мен рахметімді айтам. Мейір шапағатыңыздың қарымшысын қайтыра алмаймын ба деп алаңдай берем. Маңда! Лейсанғын, не жұмыс еді? Маңда, ұмытып қалдың ба? Бас вәзір саған тұлпарсын демеді ме? Міне, мына тұлпар қандай екен? Өзім таңдаған Шиланың қан көбік тұлпары. Күніне 800 шақырым жол басады. Расында нағыз тұлпардың өзі екен. Бірақ маған обал ғой. Мыңды туыспын сөзің артық. Ер қанаты ат қой. Мүлік көрсем бола ма? Қанеки? Мыңды туыс. Бұл аттың мінезі жаман шәркес. Жігіттің жігіті ғана тақымына көндір алады. Қане сынап көрмейсің бе? Жарайды. Өкіл әке. Әй, Фаңсиян, сен сау-сауды көрдің бе?
Жаңа сарайдың алдында жолықтым. Мен оған тұлпар әкеліп бердім. Ол тұлпарға мінді де құйындатып кетіп қалды. Әй, Фыңсен, сау жаңа маған асыл қанжар ұсын деуел. Қараша, бұл теңдесі жоқ асыл екен. Әншейін темірді ағашша жонып тұр. Қарашы міне, мысайнан екіге бөлді де тастады. Бұл расында теңдесіз асыл екен. Өкіл әке, маған беріңізші, ұстап көрсем бола ма? Асыл екен. Сау мұны 7 жұлдызды қанжар дейді. 7 жұлдызды? Өкіл әке, бас вәзір Ван Юнның сарайында ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан 7 жұлдызды қанжар бар деп естіп едім. Мынау сол болмасын. Ван Юн? Өй, сау жаңа Ван Юнның 60 жастық мерейтойына барып едім. Мені қуып шықты дегені қайда? Олай болғанда ата бабасынан қалған қанжарды оған қалайша беріп жүр сонда? Болмады. Сау мені өлтіргелі келген екен. Өкіл әке, артық күмәнданбаңыз. Артық күмәндейді. Талай жылдан бері осы сақтығымнан аман есен келемін. Қанды қол менің маңайыма келді болды. Мен сезіктене қаламын. Есіме келді. Жаңа саусаудың жүріс тұрысы сөлекет. Қанжарды маған ұсынғанда қолы дірілдеп тұрғандай сезіліп еді. Оның үстіне шын ниетімен ұсынғысы келсе келе сала маған неге бермейді? Қолайша көзім ілініп кеткен кезде береді. Егер қанжардың жүзі мысайнаға шағылысқанда мен ақырып қалмаған болсам, мана қанжар арқамнан термеді әлде қайтер. Ол менің даусымнан шошып кетіп, қанжарды ұсына салған болды. Келіңдер! Бас вәзір! Сауды дереу шақыр! Құп! Кім боласың? Аттан түс, тексереміз. Мен ертеул аламан ба сау-саумын. Бас уәзір мені шұғыл жұмысқа жұмсады, бұлай тұр. Қалақшаңды көрсет, тексеріп көрем. Уақыт шұғыл бас уәзірдің жұмысында ақсатсаң, басым кетеді, ергеймей бұлай тұр. Мәлімет! Бас уәзір, жаңа біреу, мен бас уәзірдің шұғыл жарлығымен кетіп барамын деп шығыс қақпадан шығып кетті. Сізден елші жібердіңіз бе деп сұрай келдім. Ол кім екен? Ертауыл аламан басы сау-саумын дейді. Ол қанды қол, сатқын! Сау-сау, мені өлтіргелі келіпті. Жарлығымды жеткіз. Дереу 5000 күрікті жасағаттандырып, сау-сау тұстыңдар. Ләппай! Өкіл әке, атты жасақты бастап барып, сау-сауды ұстап алып келейін. Әмір етіңіз. Фыңсен, мына қанжарға қызығып тұрған шығарсың. Ондай ойдан садаға кетейін. Қызығасың ба деп сұрап тұрмын, аламысың дегем жоқ қой. Төт айт, қызығасың ба? Пақырыңыз қызығады ғой. Онда саған бердім. Алайда бір талабым бар. Тап, осы қанжармен сау-саудың басын кесіп әкелесің. Ләппай! Çö!